Өте тез таңғы ас дайындаймыз. Сіздермен бірге Гүлфия. Осы бейненің соңына дейін көріп сақтап алыңыздар. Алдымен нанды тураймыз. Мен батон нанын алдым, бірақ басқа нан алсаңыздар болады. Содан кейін шұжықты тураймыз. Сырды тураймыз. Барлығы дайын. Енді бутерброд жасауды дайындаймыз. Нанның үстіне 2 кесілген шұжықты салдым, және оның үстіне сыр саламын. Және нанды салам. Ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып, дәміне қарай тұз қосып, жақсылап шанышқымен араластырамыз. Осы жұмыртқаға нанды, яғни бутербродты батырып аламыз. Табаға сұйық май құйып, май қызғаннан кейін осы бутербродты салып, 2 жақ қызарғанша пісіріп аламыз. 2-3 минут қана кетеді. Яғни өте тез дайын болады. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Егер осы бейне пайдалы болса, комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыз.